Тіршіліктегі адамдардың тұрмыс ритмін айтар болсақ, үйде тұру, сыртқа шығу, онан соң қайта үйге оралу аясында өтіп жатады. Ал бір отбасы тұрмысы мына үш түйіннен баянды бола алады. Бірінші, үйде үнемі от жағылып, қазан асылса, көңілге жылылық ұялатады. Бұл дегеніміз мейірге толы үйде жылылық болады дегендік. Сырттан шаршап, шалдығып, қалжырап үйге кіргеніңде ошақта қазан асылып, бу бұрқырап тұрса, тамақтың хош иісі мұрныңды жарса, бұдан артық жылылық болмайды. Екінші, кітап бөлмесінде кітап оқу адам рухын серпілтеді. Кітап оқу адамның жан сарайына шуақ төгіп, көз аяңызды кеңейтіп, әр нәрсеге ой жүгіртетін қасиетті жетілдіреді. Демек, үйіңізде кітап бөлмесі болмаса да, бірақ кітап оқитын жақсы әдеттің болғаны абзал. Үшінші, жұбайлар жатын бөлмеде өзара сырласып, көңіл сырын ақтарса, сүйіспеншілік барған сайын артады. Баянды бақыт дегеніміз сән салтанатқа мейлінше берілуден келмейді. Қайта жұбайлар күнделікті тұрмыста бірін-бірі құрметтеп, өзара түсінісіп, кешірімшіл болуынан келеді. Әр күні айтып тауысқысыз әңгімелер болса, бірі айтқанды, енді бірі ықыласпен тыңдай білсе, міне осы